Бүгінгі санан көретіндеріңіз, қоғам белсендісі Арман Шораев әйелін соққыға жықты, қазақ еліне плюс бір Бишімбаев дейміз бе? Ал депутат Ермұрат Бапи Шораевты қорға бәлек. Арман әйел түгілі еркектің есеріне қол көтермейтін тәрбиелі жігіт. Киевте Бәсе YouTube арнасының авторы Айдос Садықовқа қастандық жасалды. Тоқаев болсын, Назарбаев болсын, олигархтар, олар қазақтар емес. Олар, менің ойымша, олар оккупанттар. Олар Ресейдің, Қытайдың агенттері, солардың шпиондары. Қарағанды қаласының әкімдігі түсініксіз құрылысқа қазақтың 950 миллион теңгесін жұмсаған, алайда себебін түсіндіре алмады. Я потом, Мурат, вам позвоню, скажу отдельно сумму. Это нужно смотреть, посчитать, все. Ерке 40-қа келгенше есі кірмесе, қасірет деуші еді ғой атам қазақ. Қазіргі таңда қатынға қол көтеріп, еркектігін елеткісі келетіндер көбейіп кетті. Солардың басын бастап тұрған Бишімбаев ет, енді Биштің бұл ісін жалғастырушылар да табылып жатыр. Дариғаның жанында жүріп дәулет жинаған, кейіннен күтпеген жерден қоғам белсендісі болып шыға келген Арман Шораевтың маскасы бүгін шешілді. Иә, Шораев азаматтық некедегі жұбайын соққыға жықты деген күдікке ілініп отыр. Видеодағы кадрлардан көшенің қақ ортасында Арманның әйелді жұлқылап, жерге құлатып, басынан ұрғанын байқауға болады. Алайда Шораев бұл оқиғаны жоққа шығарып, видеоны таратқан Казачковты арандатушы деп ақталғаны бар емес пе? Мен жасанды интернеттің құрбаны болдым. Казачков, сен бұл өтірігің үшін жауап бересің. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Шораевтың жан подружкасы Ермұрат Бапида тасада қалмай, Арманды жақтап, Казачковты датта бәлек. Арман әйел түгілі еркектің есеріне қол көтермейтін тәрбиелі жігіт. Сондықтан Казачков сияқты козелдарды заң жолымен жазалау керек. Қоғамға лаң салған осындай оңбағандардың езуін тіліп, сазайын тарттырған жөн. Арман бауыр, менен қандай көмек керек болса, телефон нөмірімді білесің. Хабарлас. Только дай знать, где ты находишься. Дай знать. Шынына келер болсақ, видеодағы әйелді төмпештеп жатқан Арман Шораевтың өзі. Мұны полицияда растады. Олардың мәліметінше, денсаулыққа зақым келтіру фактісі бойынша Арманға қатысты сотқа дейінгі тергеу басталып, қажетті сараптамалар тағайындалған екен. Қазіргі уақытта барлық мән-жай анықталып жатыр. Сіздерден сұрайыншы, Арман Шораевты негізі қолдаушы ма едіңіздер, әлде оны Дариғаның 200-ді күшігі санайтындардың қатарынансыздар ма? Төменде пікір жазып кетіңіздер. Естіген шығарсыздар, Бәсе YouTube арнасының авторы, оппозиционер Айдос Садыққа Украинада қастандық жасалды. Оған белгісіз біреу көлікте отырған жерінде оқ атқан. Айтпасқа болмас, Айдос Садықовтың жауы көп. Өз басым Айдосты тікелей танимын, және өткен жылы онымен сұхбаттасқан едім. Садықов Тоқаев пен Путинді тікелей сынайтын журналистердің бір екенін білетін шығарсыздар. Сондай сау адам диктатор болмайды ғой, қарасаңыз. Сау адам өмірінде диктатор болмайды. Бұл диктатор болу үшін, Путин сияқты, Тоқаев сияқты болу үшін басынан бастап бұл дұрыс адам болмау керек. Дұрыс адам болмау керек. Неге десеңіз, конкуренциядан қорқатын адам болу керек. Басынан бастап таза конкуренциядан қорқады бұлар. Аппаратный ойындармен көтерілген адамдар көбісі. Интригамен көтерілген, ақша беріп көтерілген, біреудің жаңағы кіретін жеріне кіріп, жалап көтерілген адамдар бұлардың бәрі. Тоқаев болсын, Назарбаев болсын, олигархтар, олар қазақтар емес. Олар, менің ойымша, олар оккупанттар. Олар Ресейдің, Қытайдың агенттері, солардың шпиондары. Соларға көмектесіп жүрген сондай олигархтар, сондай агенттер. Сондықтан олардың бәрін беттерін ашып, жағдай болса осы билікті режимді өзгертіп, Қазақстан демократия дамысын деп ойлап отырмын. Кез келген ақиқатты ашып айтатын, басатын жерінен басып айтатын Айдосқа тіс қайрап жүрген қайырғажылар Қазақстанда да көп. Мені таңғалдырғаны, ештеңені елемейтін Тоқаевта бұл қастандыққа қатысты пікір білдіріпті.
Қоғамдағы барлық қарама қайшылықтар мен келіспеушіліктер тек қана құқықтық тұрғыдан, яғни тиісті заңнамаға және негізгі халықаралық нормаларға сәйкес шешілуі қажет. Кеше Қазақстан азаматы Айдос Садықовқа қатысты Киевте болған қылмысқа да дәл осы ұстаным тұрғысынан қараған жөн. Мен дипломатиялық арналар мен құқық қорғау органдары арқылы осы оқыс оқиға бойынша Украина тарапына ресми сұратулар жіберу туралы нақты тапсырма бердім. Сондай-ақ қажет болған жағдайда Қазақстанның ресми органдары істің ақиқатына жетуге жәрдем беру үшін тергеу жұмысына қатысуға дайын екенін айтқым келеді. Бұған не болды екен? Қазақстан құлап жатса да тырп етпейтін Тоқаевтың Украинадағы журналистке қатысты пікір айтқаны қызықтау әрине. Дәл осы сәтте жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды деген мақал есіме еріксіз түсіп кеткені бар емес пе? Нен меңзегенімді түсіндіңіздер деп ойлаймын. Ал мәжіліс депутаты Ермұрат Бапи болса, Айдосқа жасалған қастандықты әлде бір үшінші күштердің Қазақстан мен басқа елдердің арасына от салу әрекеті деп санайды екен. Чотто не то. Тоқаевтан бастап Бапилер кірісіп кеткені маған ерсілеу көрініп тұр. Чотто не то. Осы тұрғыдан келгенде мен ойлаймын, осы Айдос арқылы, Айдосқа қастандық жасау арқылы әлде бір үшінші күштер Қазақстан мен басқа елдердің арасындағы қарым-қатынастыққа былай арасына от жағудың әрекеті ме деп ойлаймын. Қазақстанның енді белгілі ғой, Қазақстанның. Мен ойлаймын, енді оны әрине міндетті түрде Қазақстан тарапынан Украинаның тергеу басқа орындарына шығып, істің мән-жайын анықтауды сұрау керек деп ойлаймын. Былай айтқанда талап етуіне де болады. Себебі қалай болғанда да Айдос Қазақстанның азаматы. Біздің елдің билігі өз азаматын қай жерде жүрсе де қорғау керек, оның мүддесін жақтау керек қой. Сол тұрғыдан келгенде мен ойлаймын, Қазақстанның билігі өз тарапынан Украина тарапына бір ұсыныстар жасаған шығар деп ойлаймын. Енді сіздерге сұрақ. Айдос Садықовқа жасалған қастандыққа біздің биліктің қатысы бар ма, жоқ па? Қалай ойлайсыздар? Төменде пікір жазып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Естеріңізде болса, осыдан 20 жыл бұрын қазақ нарығына дизельмен жүретін көліктер кіре бастады. Ол заманда бензиннің литрі 80-90 теңге шамасында болатын, ал дизель 40-50 теңгеді. Жұрт жаппай дарылдаған дизель көлік ала бастады. Қыста қатып қалады демесең, қалтаға үнемді. Тіпті 2013 жылдары соляркамен жүретін Делика, Патрол, Мистрал деген көліктер көшеде көбейіп кетіп еді ғой. Бірақ сол кезде дизельге сұраныс көбейді. Ішкі нарықты қамтуға шамамыз жетпей жатыр деген желеумен солярканың бағасын аспандатып жіберді біздің қу билік. Қазір дизель отыны ай 92-ден қымбат. Ал әлгі дарылдақ дизель көліктердің көбі қара темірге, қалғаны ет жайғыш, құрт жайғыш болып тұр. Кейіннен газбен жүретін көліктер пайда болды. Себебі газ арзан еді. Әуелгі жылдары автогаздың литрі 23-27 теңге тұратын. Сұраныс артып, ол да ақырындап қымбаттап келеді. Елдің батыс өңіріндегі көліктердің 95%-ы газ, тіпті Матиз бен мопедке де орнатып алған. 2 жыл бұрын газ 50 деген ұранмен көшеге шығып қырылып қалғанымыз да сол еді. Бірақ мұны билік тез ұмытқан сияқты. Енді энергетика министрлігі автогаз бағасын бензин бағасымен теңестіруіміз мүмкін деп отыр. Неге? Мұны тілшілер ұлттық экономика министрі Нұрлан Байназаровтан сұрап көрді. Алайда Байназаров тауға шапқан бұқадай қаша жөнелді. Пожалуйста, вот у нас Минэнерго собирается повышать стоимость жиженного газа. Это не будет инфляцию? Это предел все. Кезінде неге сумен жүретін көлік шығармайды деп ойлаушы едім. Енді ол арманнан да айнып қалдым. Неге десеңіз, біздің осындай министр сымақтар тұрғанда қарасуда қымбаттап, шай ішетін тамшытап қалатын шығармыз құрсын. Енді сіздер айтыңыздаршы, газ осылай қымбаттай берсе, қаңтар қырғыны қайталанып кетуі мүмкін бе, жоқ па? Пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ал енді мына бір суретке назар аударыңыздаршы. Бұл түсініксіз ғимарат Қарағанды қаласында салынып жатыр. Құрылысына бюджеттен 950 миллион теңге бөлінген екен. Алайда Қазыбек би ауданы әкімінің орынбасары Ринат Қаржаспаев ақшаның қайда және қалай жұмсалғанын түсіндіре алмады. Я потом Мурат вам позвоню, скажу отдельно сумму. Это нужно смотреть, посчитать, все. Нет, а позвонить ИП, вот, Корпем вот этот. Понимаете, они когда нам что-то выставляют, они же потом все считают же. Сейчас они потом посчитают, скажут,
Там потом скажу, это У как бы не вас секрет. связи с этой компанией нет? Связь есть, ну это же как сказать, время, что это. Все-таки вот они эти перголы устанавливают в рамках вот этих 300 миллионов. Да. Потом вы сумму не знаете, сколько они стоят. Но я вот не верю, как так предложили городу Я поставить. же сейчас уточню, потом Теперь скажу. они их поставят, вам принесут, вот они потратили, допустим, 150 миллионов, а придут и скажут, это пергола 150 миллионов стоит, и вы подпишете. И, грубо говоря, они бюджет освоили. Как проверяется, сколько стоит эта пергола? Вот я сам их видел, я примерно представляю их стоимость, хотел вот у вас узнать. Я же говорю, допустим, есть акт, допустим, да, тут пишется, допустим. Вот в том-то и дело, что Стелла, вам условно, арка, да, там пишется, там, закуп металла, да, там, 50 метров, условно, да. Закуп труб, там, закуп, не знаю, бетона, там, все это тут пишется, и потом из всего этого составляется уже стоимость одной перголы. Мы же вам условно. акты принесли, там ничего не Нет, это нужно смотреть уже саму смету, понимаете? жемқор қазақтың өзінен шыққан, же және қор деген сөзінен шыққан. Же не деген сөз? Аса, же деген сөз. Қор мемлекеттің қаржысы, қор жинайды, әр кісі ұрлық, зорлық, түбі қорлық деген мақал баяғы жемқорлыққа саяды, жақсылыққа апармайды аяғы. Жемқордың жеткен жері сот болады, әділ заңмен сотталады. Демекші антикордың құлағына алтын сырға. Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданы әкімдігін жақсылап тұрып тексеру керек сияқты. Бірақ біздің антикорға да сенім жоқ. Шынына келгенде антикордың өзінде тексеру керек негізі. Солай емес пе? Бүгінгі айтарым осы, қысқыр мінез қазағым. Әрқашанда жасаққа зақ.